бір кезде бір қыз құбыжықтан қорықпаған екен. Бұл қып-қызыл гүл ертегісі. Ертеде бір елде бай саудагер өмір сүріпті. Оның байлығы мол екен, алтын, күміс, қымбат тастар мен асыл кілемдер толып тұрған. Бірақ ең қымбат қазынасы 3 қызы болатын. Үшеуі де сұлу, ал кенжесі бәрінен асқан көркем, мейірімді әрі ақылды еді. Саудагер кенже қызын ерекше жақсы көріпті. Бір күні саудагер алыс сапарға жиналады. Қыздарын шақырып алып, «Қымбатты қыздарым, мен алыс елдерге барамын. Сапарым ұзақ па, қысқа ма білмеймін. Айтыңдар, әрқайсыңа қандай сыйлық әкелуімді қалайсыңдар?» Қыздары 3 күн 3 түн ойланып, сапар қарсаңында жауап береді. Үлкен қызы: «Әке, маған алтын тәж әкеліңіз. Ол күндей жарқырап тұрсын». Ортаншы қызы: «Әке, маған сиқырлы айна әкеліңіз. Оған қараған сайын сұлулығым арта түссін». Кенже қызым: «Әке, маған әлемде теңдесі жоқ қып-қызыл гүл әкеліңізші». Саудагер қыздарының қалауын жүрегіне түйіп, сапарға шығады. Алыс елдерді аралап, үлкен қызына алтын тәж, ортаншы қызына хрусталь үстел мен сиқырлы айна табады. Ал кенжесі сұраған ерекше қып-қызыл гүлді іздесе де таба алмайды. Көп күндер өтіп, бір күні қалың орманда адасып, алтын салтанатпен безендірілген керемет сарайға тап болады. Сарай іші бос, бірақ дастархан жайылған, ас дайын, төсектер салынған. Саудагер сол жерде тынығып, тамақтанып, ұйықтап қалады. Таңертең гүлзар бақта серуендеп жүріп, ол көз көрмеген ғажайып қып-қызыл гүлді көреді. Баяғыда қызынан естіген арман гүл екеніне көзі жетіп, оны жұлып алады. Дәл сол сәтте найзағай жарқ етіп, оңдан алып денелі қорқынышты құбыжық шыға келеді. «Мен саған қонақжайлық көрсеттім, ал сен менің сүйікті гүлімді жұлып алдың. Мені кешір, бұл гүлді кенже қызыма уәде етіп едім. Байлықтың бәрін беремін, тек өмірімді қимашы. Маған сенің байлығыңның керегі жоқ. Егер босатқың келсе, орнына қызыңның бірін жібер». Саудагер амалсыз келісіп, құбыжықтан сиқырлы сақина алады. Үйіне оралады. Саудагер болған оқиғаны баяндап бергенде, үлкен және ортаншы қыздары қорқып, барудан бас тартады. Кенжесі ғана: «Әке, мен барамын. Өйткені қып-қызыл гүлді сұраған мен едім». «Қызым, басыңа бақ қонсын, жүрегің таза болсын, жолың болсын әркез. Мен мұны мақтанышпен қабылдаймын». Сақинаны киеді де, сол сәтте-ақ сиқырлы сарайға тап болады. Сарайдағы байлық пен әсемдік таңғажайып еді. Бастапқыда қыз құбыжықпен қабырғадағы отты әріптер арқылы сөйлеседі. «Рахмет саған. Сарай енді сенің үйің». «Қорықпа, мен саған тиіспеймін». Құбыжық оған бар қамқорлығын көрсетеді. Не қаласа, бәрін орындайды. Қыз күн өткен сайын құбыжықтың адал жүрегіне бауыр басып, оны жақсы көре бастайды. Құбыжық оған бар қамқорлығын көрсетеді. Құбыжық, сенің қамқорлығыңмен жүрегім жай тапты». Құбыжық оған бар қамқорлығын көрсетеді. Не қаласа, бәрін... «Рахмет құбыжық. Билеп көрші, сиқыр». Қараңғы орманда жалғыз жүрген қыз кенет жарқ еткен найзағайдан селк ете түседі. Сол сәтте белгісіз, бірақ жылы дауыс оны тыныштандырып: «Сұлуым, қорықпа. Қорықпа, мен қасыңдамын». Қыз жүрегімен сезіп, қорқынышын ұмытып, құбыжықты құшақтайды. «Найзағай басылған соң, жүр, сарайға қайтайық, бірге кешкі ас ішейік». «Иә, мен келісемін». Ал сарайға келгенде олардың алдында дастархан өзінен өзі жайылып, кеш басталады. Осы кезде жұмсақ әуен қосылып, екеуі билей бастайды.
қыз күн өткен сайын құбыжықтың адал жүрегіне бауыр басып, оны жақсы көре бастайды. Бір күні түсінде әкесінің қатты ауырып жатқанын көреді. Әкемді көрдім, ол қатты ауырып жатқандай. Жүрегім тыныш емес. Үндама, бұл жай ғана түс шығар. Бірақ сенің көңілің алаң болса айтуың керек. Өтінемін, мені үйіме жіберіңізші. Әкемді көргім келеді. Егер бармасам, жүрегім мазасызданып тұрады. Бірақ бір ғана өтінішім бар. Айтыңыз, мен орындаймын. Үш күн, 3 түннен артық қалма. Егер сен қайтпасаң, мен сені қайта көре алмаймын. Мен міндетті түрде қайтамын. Сізге сөз беремін. Онда бары әкеңе бүгінде сәлімімді жеткізді. Әке, мен үйге оралдым. Қызым, сен қайтқан екенсің. Иә, әке. Құшақташы, қызым. Үлкен және ортаншы әпкелері оның көрген байлығына қызғанышпен қарайды. Бірақ тыңдаңдар, мен тағы да көп нәрсе көрдім. Олар қыздың қайтар уақытын өткізіп жіберу үшін сағаттарды 1 сағат артқа шегереді. Кенже қыз жүрегі мазасызданып, Сақина арқылы сарайға қайта оралады. Бірақ бәрі үнсіз бақ солып қалған еді. Қыз Гүлзарға жүгіріп барып, қып-қызыл гүлдің түбінде жансыз жатқан құбыжықты көреді. Мен сені жақсы көремін. Менің асыл достым. Құбыжық сұлулығы ерекше жас ханзадаға айналады. Бір күшпен құбыжыққа айналдырған еді. Тек шынайы махаббат пен сенің адалдығың ғана қарғысты бұзды. Сен мені сыртқы түріме қарамай сүйдің. Енді мен саған өмір бойы серік боламын. Саудагер де батасын беріп, ханзада мен қызының үйленуіне келіседі. Қызым, сенің ақ жүрегің сені адастырмайды. Қайда барсаң да аман бол, жолың ашық болсын, бақытты бол. Әкесі ханзада мен қызының үйленуіне келісімін береді. Олар үлкен той жасап, сарай іші күлкімен шаттыққа толып. Айнала қуанышқа бөленді. Осылайша олар үлкен той жасап, ел жұртты қуанышқа бөлеп, ақ тілектерге бөленеді. Сол күннен бастап олар ешқашан айырылмай, бір-бірін шын жүректен сүйіп, бақытты өмір сүріпті. Егер бұл ертегі жүрегіңізге жетсе, Бізді қолдап, лайк басып кетіңіздер.